dostlar, sizlerle birge biz Biredin Var YouTube kanalı. Bugünkü videoda bizi 24 saat orunlukta bu video öte kızıqda bo'ladi. Өйткені biz алдында 24 saat шкафта түсірген болатынбыз. Енді biz 24 saat орындықта бұл жерде кітап оқимыз, ноутбук көреміз, тамақ жейміз, боянамыз, қалағанымызды істейміз. Ал кеттік достар. Sizlerge video nasıl like basıp подписаться et, kommentке ұнаған жерлерін жазып кетіңіздер. 11 бізде сняшкалар әкеп қойдық. Боянатын заттары өздерінің, мындай суық, Pringles, күшті заттар әкеп қойдық. Өзім сүйікті жейтін заттарын. Мына жерде мынандай ойындар бар, я? Шахмат. Қазір ар жақтан ноутбукты зарядкаға қойып қойдым. 24 сағат осы жерден, осы орындықтан түспеу керек. Ал давайте көреміз кім шыдай алады екен 24 сағат. Достар, неге біз Pringles için деп аттық? Менде осындай Pringles'ın оригинал екен. Ал мынада лук пияз бен екен. Бізден татып көрейік. Күшті ғой достар. Я. Мә достар, наңғарамыздар. Есіңізге көрші. Жемей түрінің өзі дәмді болып тұр. Ал ендіше біз мұна чашкаларға сақ көрейік. Ал ендіше біз дәмін көрейік. Damdı. Damdıkın. Nerede damdım? Super damında adamım. Biz Pringles chips'i de отбасымыз бен жақсы көреміз. Достар, мамам бізге айтқан 24 сағатта қимылдамай отырамыз деген шоке болғанбыз ғой. Сөйтсем қызық екен достар. Тамақ жейміз, боянамыз, компьютер көреміз. Өте қызықты болайын деп тұр достар. Басында біз қобалжып жүрген тұғынбыз, енді супер болып жатыр бәрі. Мария, сен болдың ба? Жарайды. Мамау, бізге боянатын заттарымызды әпер жеріңізші. Достар, қараңыздар, бізде осындай косметика, мажанетіміздің. Біз бір-бірімізді бояндыратын боламыз. Бірінші мен сені бояндырайын. Sen kaç üstte tembelsin? Benim osunda çiçeği var. Öte әдемі түстер. Көздегі түстері ашады. Sen қай түрін таңдайсың? Мен аралығым келеді. Маржан осындай розовый түсті таңдады. Ал ендіше Маржан ханымның көзін бояп берейік. Көзін сұқшыма қойыңыз. Haydi, Marjan'ın екінші көзін боятын боламыз. Aç. Wow, işte. Bitmeyen de rozовый. Осындай
жүрейік. Қайтысымен барасың. Маржан бізде осындай розовый, яркий розовый. Аллергия шығып кетуі мүмкін. Вау, әдемі. Ерніңді бояйсың ба? Жарайды. Маржан мені бояндырады. Мен өзімнің көзіме таңдаймын. Мынандай. Үшеу. Мен мынандай таңдадым, достар. Ал енді бояндырамыз. Әдемге бояндырасың деген үміттемін. Көпірімді бояп атқандай болдым. Маған қазір мен үшін косметикамды көрсеңіздер шүкір боласыздар. Маржан өзінің заттарын оқып тастайды, ал мен тез қырып тастаймын. Болады. Енді дегенді көз. Мен негізі бояғанды аса көп ұнатпаймын. Кім? Мен де негізі көп боянғанды ұнатпаймын. Өте әдемі шықты. Міне достар, керемет шықты. Менде де мынандай. Бітке жағасыз. Жоқ, мен мынандай істеймін. Достар, мінекей біз осылай косметикамызбен боянып алдық. Енді шаштарымызға қыстырғыш жасаймыз. Қыстырамыз. Мынау менікі. Сен кім қыстырып берейін бірінші. Мына шетке қыстырайын, көрініп тұрады. Енді келесі қырам. Бірақ мен айнаға көп қалады. Қараңыздар, мындай да бар бізде. Осындай шашқа қыстырғыштар. Розовый менікі, фиолетовый Маржандікі. Өте әдемі, достар. Бірге болып. Шашқа жабыстырадым. Біз осылай көзімізді, бетімізді бояп, әдемі красавица қылдық. Сұлу болып кеттіңдер. Сіздерге боянған ұнамай ма, соны комментке жазып кетіңіздер. Бізге боянған ұнайды. Маржан енді боянып болған шаш көріңіздер. Міне бізде осындай шашқа бар. Міне осындай күшті, ішінде неше түрлі ойындар шашқа. Осындай домалақтары бар, және Бұндай пластик сияқты бар. Және осындай текшелері бар. Ал енді біз шашқа ойнаймыз. Біз бұны Алматыға жазғы каникулда қыдырып барғанда үлкен супермаркеттен сатып алған болатынбыз. Мынандай ойнаймыз. Бізде болған төрт-төрттен ақ пен қара болсын. Мындай кішкентай сондай круг дегенді. Осындайлар кішкентайды істейміз. Кім ақ, кім қара дегенді істейміз. Бірінші әлде істеп алайық. Мишки қара, мишки.
Менде төрт маржанда бір. Демек мен бастаушы ақ болам. Мен бастауыш маржан қостауыш болады. Менде осындай төртке түсті. Маған бір түсті. Өзіме кете алады. Бірақ қиын екен, яғни ұйықтап отырып ойнаған. Достар, мінекей біз камераны осылай үлкен қылып қойып алдық. Өйткені біздің ойынымыз сіздерге көрінбей қалады. Сондықтан осылай үлкен қылып қойып алдық. Ал ендеше бастайын. Ке, былай отырсайсың. Ке, қойып беремін тұрсын. Мен жүретін кездерім, иә? Иә. Мен былай істеймін. Мен айтып кетіп жүрмін. Маржан, ке, былай қойасың. Ал, все? Да. Қай, маған қараңдар. Ооо, күшті болды. Ой, мен бір тәс ұтып алдым маржаннан. Ben bir babam. Kamu tadi Менде 11 тас. Менде 9. Мен өзім ұттым деп ойлап тұрмын енді. Иә, бірақ тас қалды. Шошақ кеттім ғой аяғымды. Бәрі шкафта отыру шынымен қиын екен, достар. Орынды шығар. Ой, шкафы алдымда шкафта түсірген. Шкаф деп алып сөйлей берді ғой. Орындықта отырамын. Жүр, мен жүрсін. Бізде машин атылматыр ғой. Енді жүретін кездегі жүраман достар еді. Жүрал. Ура! Мен ұттым! Шабаланып қоймаған. Ал біз енді ұзақ ойнап шахматымызды бітірдік. Енді біз мен любимая жігерім жегім деп атап жігер жейсің оған. Достар, өте дәмді жүгерім. Nah, dostlar, bizce uzun жүгері таусып қалды. Я өзіңіздің жақсы көретін тамағыңызды таусып қала береді. Иә. Біз енді кітап оқимыз.
осындай қызыл кітап тақырыбы шортанның әмірімен бізде осындай мектепте кітап береді. Өзіміздің қолымызда қойып, осы кітапты аламыз. Осы кітапты бітіргеннен кейін келесі кітапқа ауыстырып аламыз. Бізде осындай мектепте арнайы кітаптар беріледі. Ал ендеше мен оқып берейін. Ертеде 3 ағайынды болыпты. 2 ағасы тыным таппай жұмыс істейді екен. Кенжесі Эмилия күні бойы пешке шығып алып ұйықтай береді екен. Bir күні ағалары базарға кетіп, үйден жеңгелерімен Эмилия қағана қалыпты. Жеңгелер, өзеннен су әкеліп берші дейді. Эмилия барғысы келмей, ой, ерініп тұрмын деп жауап береді. Әйтпесе ағаларың келгенде базарға қалмайсың дейді жеңгелер. Жақсы, су әкеліп беремін. Тек кейін базарға бересіңдер дейді Эмилия. Ол аяқ киімін киіп шелектерді алады да су әкелуге кетеді. Эмилия өзенге келіп ойыққа үңіліп қарайды. Кенет шортанды көріп амалын тауып ұстап алады. Мәз-мейрам болып қуанып, түстің бе қолыма деп масаттана айғайлап жібереді. Сол кезде шортан адамша сөйлеп, Эмилия, мені қоя берші. Есесіне сенің барлық тілегіңді орындаймын. Тек шортанның әмірімен өз қалауыммен десең болды. Барлық тілегің орындалады дейді бала. Шын ба, алдамайсың ба деп таңғалады Эмилия. Алдамаймын, сенбесең тілегіңді айтып көр дейді шортан. Сонда Эмилия шортанның әмірімен өз қалауымен шелектер өздігінен үйге басын дейді. Сол-ақ екен шелектер өз-өзінен үйге қарай аяңдап жөнеледі. Эмилия шортанды суға жібере салып, өзін шелектердің соңынан үйіне қарай жүгіреді. Ертеңі ағалары Эмилияны орманға отын әкелуге жұмсайды. Ол Ачыбек қошанға отырғанда ақырында шортанның әмірімен салуымен шағып ағай суға дейді. Орманға жетіп алып шортанның әмірімен салуымен ата ағасы өзі шауып шаға езбейді. Ағаш әбден үйге шаға біздің үйге қарай жолдайды. Нық ойнағанда сәл қалмай қорқақша жүреді. Бір уақыттан соң бұл туралы чабардай болады. Ағаш әбден жұмсап Эмилияны шақырады. Екінші күні ортаншы ұлы. Бұл орыс халқының ертегісі деп ойлаймын. Бұл мен оқыған бірінші мәтінде Эмилия және Марияның әкесі патша. Эмилия өте еріншек бала еді. Ол бәрін шортанға істеткізді. Өзі ештеңе істегісі келмейді. Еріншек болады. Ал Мария Эмилияны бір көргеннен ғашық болып қалады. Әкесі оларға қарсы болады. Және де әкесі соңында ол қызды оны жақсы көретінін білді де екеуі үйлендірді. Осылай аяқталады. Достар, неге біз кітап оқып болдық? Енді мамам бізге бір вкусняшка әкеліп береді. Біз оны не екенін білмейміз. Ал ендеше көрейік не екен. Көздеріңді ашыңдар. Күшті ма? Я любимый. Бұл менің любимый печенье. Ой, қарасаңдар. Ой, бөліп қалай. Міне достар, біздегі күн. Осындай кітап қызы болып тұрсаң, жақсы көрем. Ей? Қазір бой ашып осайды. Жаңсы екен. Бізде бар, сосын кездеріміз әлі уақыт дейін. Мынау өзгеше екен біз жегеннен қарағанда. Ас болсын. Рахмет. Рахмет. Маған түптің краб түрі вообще ұнамайды. Бұның тағы да басқа түрлері бар. Еще колбасамен, сырмен бар. Колбасасын мағыдан шықты. Маған не дайған краб бермейді. Что қайдам? Маған осы. Маған краб, колбаса, сыр, тағы шашлик бар, я? Шашлик. Маған ше крабтан басқа бұлғыдырмын. Оларда. Қандай видео көрсек болады? Өзіміздің видеомыз көрейік. Енді қандай видео 24 сағат шыққап, бізде видео өте көп қой. Сатын боламыз.
Başladın ama. Yine kaldı. Ne oldu? Nambah. Dostlar, minnekeyi biz evde suret aldım babamız notebook'tan. Suretinde koyalım. Trik. Seçerek. Onu kızıl tutak. Şaşak bakmak için. Nasıl koyalım? Жүрекке ұқсамайды ау. Ne oynak ettin? Вау, мама фрукты әкелдіңіздер ме? Қараңызшы да, достар, қараңыздар, осындай полезный осы бар. Кімде бар, заботливая мама, бізде бар атак. Сіздердің мамаларыңыз сондай ма? Комментке жазып кетіңіздер. Достар, қараңыздар, қарағанның өзіне ерекше ғой. Адамның қолынан жасаған тағам өте дәмді болады. Өте керемет екен. Мынаны жеген де арманда, жемеген де арманда. Енді айта алмайсың ғой да. Қарасаңыздар. Мандарин банан да бар екен. Әртүрлі нелермен жасап піседі. Ал достар, енді біз фруктының дәмін көретін боламыз. Қараңыздар, мен яблоко и мандарин. Ал менде яблоко, мандарин, банан. Банана. Банана. Ой, банана едім ғой. Ай, қап дедім. Дәнегі бар екен. Ой. Рeko мағыдай анашет сида сосы. Мен осындай суреттер осы суретті салдым, өз атымды жазып қойып. Келесі ретті көрмей қойыңыздар. Маржанның суретін салам. Еще достар, қараңыздар, бізде қараңғы батып кетті. Уже сурет саламыз дегенше. Ұзақ сауытпыз ғой. Мен аяқта Маржанның суреті бар. Көрмейсің. Мен Маржан кетсін. Мұны Маржан. Әдем модница екен ғой Маржан. Кофта киіп апты, қара шалбар киіп. Йоу деп айтты басыма. Мама йоу деп йоу деп. Мен өз атымда. Мен жастырдым. Вау, күшті. Күшті болды. Dostlar, bizim karnımız açtı. Mama bize kişki tamaka ne veririz? Karnımız aç bitti. Sürüt tamamız. Tisi tamak çıkacak. Karnımız dayamaya durgun. Nasıl oldun özünce koyun деп durgun. Вау, гречка. Гречка жеп, грек букет кетеді. Вау, палочка еще. И палочка бар мен. Палочка. Гранатовый. Паша любимая. Ал, ас болсын. Ресторанда сүндей бар. Мамамның өз қолынан дайындаған салатына не жетсін? Ал енді тамақтың дәмін көрейік. Енді грек болдың ба? Гречка болдың ба? Мен грекпін деп ба. Мен орнынан 100 бал берем.
Мен жүзден жүз. Мен мыңнан мың. Мен миллионнан миллион. Мен миллионнан миллион. Мен 100 миллионнан 100 миллион. Мен миллионнан миллион. Oui. Sizler palçıkan isterseniz son kommentke жазып кетіңіздер. Иә, мен ұстай аламын. Мен де. Bitті. Ja, dostlar, sizler sabit жей аласыздар ма? Жей алатындар болса комментке жазып кетіңіздер. Мен айтайын, өз басым жей алмаймын. Мен жей аламын. Піскен сәбіз ба? Тамақтағы? Мынау қандай сәбіз? Мынау шикі. Қарасашы. Қарасашы. Сетеді тамаш келді. Мажан, мұнда жейді. Мажан. Мынаны былай түзулеп қойықта. Бағынақтай. Палчықанды ретіп қой. Шионха. Қытай ма кетті қап? Корея. Қытай барды. Шионха. Хонша 주다. Шионха. 주다방. шонда, торида, yoни. Түрлерім Қытай болып тұр онсыз да. Нина тумита. Ашу. Битеға асымыздаги бар шушита. Бай-бай. 하니샤 분이다 너. 줄이나. İşte kariyaftan paçkası boyacağız duralım. Sonra bir avret. İşte ama burası ay alan dengesi. Nanda işte bir paçkası yakacak. Kamera bakalım bu. Aydan dostlar salat деген жаман күшті ғой. Жеген дәрмені, жемеген дәрмені. Мамаңның салатына не жетсін, а? Сіздер ашын жақсы көресіздер ма? Комментке жазып кетіңіздер. Маған ашын ашып тұрағымызда. Usul toplatma. 이호하, 이토다, Mama, biz bir kaşıktan önce 5 litre süt var. Siz ağzına bir tarafta cüda saladı. İşte kızlar şıkta kalsaydık ki Kariye. Sister. Biz bunu da Almatı'da alındığımız Magnum dedim magazinde öyle öyle. Anda görüyoruz istiyorsunuz ada spidestir. Biz o gezdim bakın tandayız dedim. Mamamlar biz de aklımızdan yarıştık ketip kalgan. Biz bu aknotu tağında yamay kaysın alıp aytıyor. Algandan keyin mamamlardı tapay kapçı görürdük o.
Сосын кассаға барып камерадан көріп алдық қаяқта екенін. Алло, номерді жамалыс. Айтамайдым. Кайф болмақ бізде. Не бұл антистресс. Қараңыздар. Міне менгі. Мен болған біз Біреудің балалары YouTube каналы. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, подписаться етіп, комментке ұнаса, қай жері ұнағанын жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Достар, мінекей бізде бүгінгі күні өте қызықты өтті. Адам сөзін бөлдірген өзім не айтатынымды ұмытқадым, бүгінгі күні өте қызықты өтті. 24 сағат столда болды. Мінекей бізде қараңғы батып бояндық, боянғанымыз кетіп қалды, шашын ойнап келмедім. Сосын не істедік, блокнотқа салдық, оған да мен әдемі сурет салдым. Сосын тағы не істедік, тоқ жедік, жүгері жедік, әдемі красотка тоқ жедік. Сосын не жедік, чипсы жедік екеу. Сосын кітап оқыдық. Бүгінгі күн өте керемет өтті. 24 сағат орындықта стол деп өттік қой. Стол ғой бәрі. Бағана большая столда дегеніміз. Біздің ұйқымыз келді. Ал енді ұйықтаймыз. Сау болыңыздар. Азамат